Сәлем достар! Бүгін сіздермен бірге 30 минутта жасалатын ең оңай балды тортын әзірлейтін боламыз. Ең алдымен бізге керекті заттар: 180 грамм ұн, 100 грамм қант, 75 грамм сливочное масло, 2 жұмыртқа, 100 грамм бал, 10 грамм қопсытқыш, және торттың креміне 600 грамм қаймақ, 50 грамм сахарная пудра. Ең алдымен құрғақ ыдысқа 2 жұмыртқа мен қантты салып, аздап көпіртіп аламыз. Ерітілген сары майды және балды құйып араластырамыз. Ескере кететін жағдай: қаймақтан басқа ингредиенттің барлығы бөлме температурасында болуы керек. Ал содан соң ұнға қопсытқыш салып, електен өткіземіз. Қамырдың қоюлығы осы видеодағыдай болуы керек. Және қамырымызды пергамент қағазына 4 бұрышты етіп жайып шығамыз. Содан соң 180 градус қызып тұрған духовкада 10-15 минут ұстаймыз. Ал енді кремін жасауға кірісейік. 600 грамм қаймаққа 50 грамм сахарная пудраны салып, ағаш қасықпен араластырамыз. Осылайша біздің оңай әдіспен жасалатын креміміз дайын болды. Біздің коржымыз осылай болып пісті. Бұл корж бізде бисквит сияқты болып піседі, сондықтан суымастан бұрын кесуге және арасына крем жағуға болмайды. Корждың шеттерін безендіру үшін қолданамыз. Міне бізде осындай өте нәзік, жұп-жұмсақ, тіл үйіретін балды тортымыз дайын болды. Рецепт ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.